Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қызыл балықты қалай сочный етіп дайындаудың рецептімен бөлісемін. Ал сіздер видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші қызыл балықты алып, жақсылап жуып, биіктігі 1-1,5 сантиметрдей етіп ортасынан кесіп аламыз. Келесі бумажный полотенцемен осылай үстінен басып, балығымызды әбден құрғатып аламыз. Одан кейін балығымыздың екі жағынан да растительный маслоны жақсылап жағып шығамыз. Келесі мөлшерлеп тұз бен қара бұрышты сеуіп, оны келесі жағына да қайталаймыз. Осылайша тұзы сіңгенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін сковородкаға майымызды құйып, балықты жақсылап беті қызарғанша 5 минуттай қуырып аламыз. Тек беті қызарғанша ғана қуыру қажет, қатты көп қуырып жіберсе, онда балық тым құрғақ болып кетуі мүмкін. Тура осылай келесі бетін де қызартып қуырамыз. Келесі соусымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін сковородкадағы балықты қуырған майға пиязды салып, кішкене тұз сеуіп, 2-3 минуттай қуырамыз. Одан кейін үстіне 20% сливки құйып, жаңағы қуырған екі балығымызды салып, 10 минуттай баяу отта бұқтырамыз. Міне біздің балығымыз да дайын болып қалды. Балық сливкиді бойына сіңіріп, өте дәмді, сочный болып піседі. Енді балығымызды тарелкаларымызға салып, жанына кез келген гарнирді дайындап жей берсеңіздер болады. Міне дәл осылай денсаулыққа өте пайдалы, құрамы омега-3-ге өте бай қызыл балықты аптасына 1 рет дайындап жеуге кеңес беремін. Рецепт сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.